Бүгін біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына өзіміздің үнімізді жеткізгіміз келеді. Нақтырақ айтсақ, үндеу жолдамақпыз. Мен Қазақстан Республикасының азаматы және дәстүрлі діннің қалпына келіп, бірлігіміздің мығым болуын қалайтын жан ретінде сіздерге мынадай ойымды жеткізгім келеді. Құрметті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асса да, біздің қоғамда дәстүрлі дінді түсінбейтін жандар әлі де көп. Неге біздер әлі діннің сыртқы көрінісін талқылаудан шыға алмай жатырмыз? Сақал, балақ, орамал деген дүниелерде неге әлі де тартысамыз? Сіздердің ихсан ілімін түсіндіруді бастағандарыңыз өте үлкен маңызға ие. Біздің дәстүрлі дініміз сопылық, ихсан іліммен тығыз байланысты. Оған ұлы даладағы әулие, баптар мен пір ишандардың мазар мен жыр термелері дәлел. Сол жолды кейінгі ұрпақ біздің буын толық түсініп, мағынасына жете алмай жүрген жайымыз бар. Көптеген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы насихаттаушылары біздің дәстүрлі дінді толық түсіндіре алмайды. Дін маманы болып шығатын жандар арасында әулиелерге зиярат жасау бұлай тұрсын, оны ширк, яғни серік амалға апарат дейтіндер аз емес. Бұл айтып өткен мәселелер мені ғана емес, көптеген көз ашық жандарды да мазалайды деп ойлаймын. Бізден ұсыныс осы бір маңызды істе елімізде ихсан ілімін, яғни сопылық жолын десек те болады, сол жолды жақсы білетін, өзін сол жолдамын деп есептейтін рухани жетекшілерін, дін танушы мамандарды және туркологтардың басын қосып, келіспейтін мәселелерді талқылап, ортақ мәмілеге келіп, өшуге сәл-ақ қалған рухани ілімді жаңғыртуларыңызды сұраймын. Ихсан ілімі жан дүниеге бағытталған, сондықтан қоғамның тыныштығы мен бірлігі үшін алар орны бөлек. Бұл жолда Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жолы үлгі болары хақ, анық десек те болады. Біздің бейне үндеу Сәке Лайф YouTube арнасында болады, және де сіздерден өтінеріміз, бұл біздің үндеуімізге видео немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жауап берсеңіздер екен. Құрметті достар, біздің бұл жерде айтқымыз келгеніміз, мына жерде өздеріңіз көріп отырған Қожа Ахмет Яссауи бабамыз кезінде түркі халқының өзінің мәдениетін, дәстүрін сақтай отырып, ислам дінімен біте қайнасуына үлкен бір үлесін қосқан. Және де бүкіл ислам әлемінде діннің ішінде негізгі сыртқы формасы емес, ішкі дүниелер маңызды екенін түсіндіре білген. Сол себептен де осы бір өзіміздің өткен үлкен ұстаз ұлағаттыларымыздың ізімен жүрсек, бұл кісілер кезіндегі пайғамбарымыздың, сахабалардың айтқан нәрселерін кеңінен шарықтаған десек те болады, түсіндірген. Біздің қазіргі қоғамның бөлініп, бөлшектеніп кетіп жатқаны, ол біздің жан дүниеміздің бөлшектенуінен, яғни біздің ішкі дүниемізде ортақтастыратын дүниелер азайып бара жатыр. Яғни біздің жүректі ортақтастыратын дүниелер қажет бізге. Сол себептен де бұл видеоны таратып, кеңінен жаңағыдай достарыңызбен бөліссеңіздер екен. Бұл үндеуді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтып жатқан себебіміз, ол кісілер қазіргі Қазақстан еліміздегі біздің дін жаю жолында басты бір үлкен маңызға ие. Сол кісілер осы бір өткендеріміздің тарихын зерделеуге ат салысып, сол кісілердің жасаған еңбектерін бөлісіп, соны халыққа кеңінен жеткізсе екен. Және де бұл жерде бір түрте кететін нәрсе, мына қазіргі біздің қолданып жатқан мақал мәтелдеріміз осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтерінен бастау алған деген мақал мәтел, әрбір сөзімізде қосып жатқан нәрселер бекер емес. Бәрі де ата бабамыз біздің күнделікті өмірімізге сіңдіріп жіберген. Пайдалы контенттің дамуына ат салысып, жақсы дүниелердің жайылуына себепкер болыңыз. Келесі кездескенше қош аман, сіздермен бірге Сәке Лайф арнасы.